сақтау қазақ елінің алдында тұрған басты мақсаты. Бүгінгі мерекемізде біз 4 ұлт өкілдерінің басын қосып отырмыз. Әрине сіздің мерекесі. Баршаңызды 1 мамыр халықаралық бірлігі мен ынтымақтастығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі байқауға қатысушыларды ортаға шақырамыз. 7-ші сынып үнді ұлты. İspan oldu. 9-cı A sınıfı Türk oldu. 9-cı E sınıfı Özbek oldu. 7-ші Озұлттар номерленсе. Осы өнерпаздарымыздың әділ бағасын шығаратын жюрилермен таныс болсақ. Қазақстан халқы өркен жайып, мемлекетіміз молшылыққа, ал әрбір шаңырақ шаттық пен бақытқа кенелсін деген тілекпен, әрі қарай сайысымыздың кезеңдерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. 1-ші таныстыру. 2-ші кезең таңдалған ұлттың әні бойынша өтеді. 3-ші таңдаған ұлттың биі. 4-ші киім үлгісі бойынша өтеді. 5-ші ас мәзірі. Ұлт өкілдері сыртқа шығып дайындала берсе. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір шырын. Татулығын жырға қосар ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Кешіміздің сайыс қатысушыларын таныстырудан бастаймыз. 1-ші 9-ші Ә сыныбы Өзбек ұлты. Сәлеметсіз ме? Біздің таңдаған ұлтымыз өзбек халқы, яғни осы өзбек халқы жайлы қысқаша таныстырып өтсек. Өзбек көне дәстүр салт ғұрпын осы күнге дейін сақтап келген ұлт саналады. Өзбектер ата-бабасынан қалған болашақ ұлт санасына сіңіруге көп көңіл бөлген. Өзбек халқы өз мәдениетіне қарай мұсылман елі болғандықтан құрбан айт және де наурыз мерекелерін көптеген жылдар аралығында тойлап келеді. Өзбек халқы салт дәстүр мен мәдениетіне аса қатты мән берген. Ал мынау осы өзбек халқының ақшасы, яғни сол. Өзбек ұлтына рахмет. Балдарын қазір айтамыз ба, соңынан ба? Онда 8-ші сынып оқушылары испан ұлты. 7-ші сынып үнді ұлты. Сәлеметсіздер, біз үнді ұлтының артынан шығып отырмыз. Үнді халқы брахатия, яғни жалпы атауы солай аталады. Үнділер нәсіліне, ұлтына және де тіліне қарамастан, үндістандықтар барлығы үнділер деп аталады. Олардың барлығы
олардың барлығы өздерінің аймақтарына қарай тілдерде сөйлейді және де көп діндерде ұстанады. Оның бірі христиан діні, ол бізде 80%, ислам діні 13%-ға, басқа діндер сихи және де будда діндері де бар. Егер сізде Үндістанда біреу келіп, сіздің атыңыздан бұрын сіздің туған күніңізді сұраса, таң қалмаңыз. Себебі үндістандықтар астрологияға сенеді. Және олар өте ырымшыл келеді. Олардың салт дәстүрлерінің бірі, мысалы бізде синдур жағылған. Бұл синдур қыздарда қасының ортасында белгіленеді, ал неке құрған әйелдерде қасынан жоғары орналасады. Және де бата алу, яғни үйленген кезде сол үйде үлкен кісінің үйінен бата алмаса, олар бақытсыз болады деген ырым бар. Бата алу кезінде үлкен әжелерден, үлкен кісілерден бата алады. Ол кезде қолын әжесінің аяғына тигізеді. Сол кезде әжесі басынан ұстап, бақытты бол деген тілектерін білдіреді. Және үлкен рәсімдердің бірі, оны көбі білмейді, бірақ үнділерде тойда гүлдер шашылады. Бұл жас жұбайларға деген тілектері. Олардың өмірі осындай жарқын, гүл сияқты керемет болғанын қалайды. Және де олар неке құрған кезде 30-7 рет айналады. Оның себебі бір-біріне ант береді. Яғни өмір бақи болсын деген ниетпен. Үндістанда көбісі тойлары өте керемет өтеді. Бұның себебі бала туылғаннан бастап олар балаға арнап, тойына арнап ақша жинай бастайды. Және ол тойдан ешкім аянбайды. Үнді халқы өте ерекше кеңпейіл болып келеді. Олар ұлттық киіммен, мәдениетімен және де тарихымен көзге түсіп жатқан мемлекеттердің бірі болып. Сонымен біз үнді халқын сіздерге таныстырып өттік. Үнді ұлты сіздерге рахмет. Олай болса 9-шы А сыныбы түрік ұлты. Marhaba sevgililer, ecezeler. Bugün sizi Türk milletinin sindiğini ediyoruz. Önümüzdeki sizi teperik göstereceğiz. O zaman sentimetinini de çıkaran. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздерді келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біз бүгін сіздерге түрік ұлтының өз өнерін көрсететін боламыз. Ал ендеше соны тамашалаңыздар. Түрік ұлты сіздерге рахмет. Олай болса 8-ші сынып испан ұлты. Испания елін таныстыратын боламыз. Испания елі жер көлемі бойынша 51-ші орында тұр. Ресми тілі испан тілі. Және де Испанияда 46 миллион адам өмір сүреді. Испания тілін 400 миллионнан астам қолданады. Мұнда Испания елінің туы бейнеленген. Испания елінде екі түс бар, қызыл және сары. Және тудың сол жағында белгіленген бізде Испания елінің елтаңбасы, елтаңбаның жоғар жағында тәж белгіленген, яғни ол патшалық дегенді білдіреді. Мынау бізде Испания елінің валютасы. Бұны Испанияда песета деп атайды. Және бұл жерде халқына еңбек сіңірген адамдардың бейнесі бейнеленеді. Тілі бөлек болғанмен тілегі бір, ұлы достық мәпелеген жүрегі гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Ұлтаралық татулық арқасында бүгінге ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Қазақстанда тұратын барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сыза түспес екен деген тілекпен ұлттарымыздың дайындап келген өнерлерін
тамашалаңыздар. Ән би кезегі бойынша 9-шы асын. 9-шы сыныбы өзбек ұлты. Сіздерге керемет көңіл сыйлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі ортада өнер көрсететін сыныбымыз 7-ші сынып үнді ұлты.